Сәлем, қадірменді көрермен, IT сервис кезет каналына қош келдіңіздер. Использует аккаунт Google мына жерде. Бүгін бізге ремонтқа келіп түскен телефон, ол Redmi 9A. Келген мәселесі телефонды Google аккаунт блокировкасынан түсіп қалған екен. Мына жерде даледен келісет өткізбейді. Егер телефон сіздерде Google аккаунтқа түсіп қалған болса, үй жағдайында бұл бағытта қалай ашуға болатындығын осы видеодан көресіздер. Ол үшін сіздерге кішкене дайындық керек болады. Телефондарыңызды Wi-Fi желісіне қосып аласыздар бірінші. Одан кейін жерге телефон адрес деген жерге басамыз. Яғни кез келген осындай клавиатура шығатын жерге басасыздар. Одан кейін жер шарын басып тұрамыз. Языковой настройка таңдаймыз. Добавить клавиатура. Төменге түсеміз де. Мынада Азербайджанский, Аймара деген сияқты кез келген тіл жанында туған сызықша болса болды анда стрелка. Мыналарда жоқ қой. Мыналарда екеуінде бар. Кез келгенді таңдаймыз. Жоғары оң жақта 3 нүкте. Справка отзыв. All функции switch access для Android. Поделиться деген белгіге басамыз да. Gmailға басамыз. Пропустить. Енді жерде адрес электронный почта деп таңдаймыз. Енді қараңыздар, қазір осы жерде сіздер осылай поделицияны басып Gmailға бассаңыздар, сіздерді Gmail остановлен, отмена, ошибка деп кіргізбей қоюы мүмкін сіздерді. Олай болса сіздер үстінен басқан екен, Gmail'дың үстіне баса салмайсыздар, үстінен басып ұстап тұрасыздар. Үстінен басып ұстап тұрсақ, Gmail туралы мәлімет шығады. Және бұл жерден біз уведомление дегенге басамыз. Төменге түсеміз де, настройка приложения деген таңдайсыздар. Одан кейін добавить аккаунт мына жерде. Сол кезде Exchange Office 365 дегенге басасыздар осы жерден. Жаңағыда Gmail'дың өзінен басып не алатын болсақ, ошибка деп қалуы мүмкін. Сондықтан осылай Gmail деген сияқты қылып шығарып, Gmail'дың информациясын шығарып алып кіреміз. Енді жерге кез келген символ жазамыз да, собачка, кез келген символ, нүкте, кез келген символ, далее. Енді жерде настроиться с помощью сертификат деген таңдаймыз. Нет объектов дейді. Бұл жерде онда болмайтын болса, онда YouTube-пен кіреміз онда. Switch access for Android. Біз қазір былай жасап көрейік. Қайтадан поделицияны таңдаймыз да. Gmail'ды басып ұстап. Жарайды, Gmail'ға баса алмайтынбыз бұнда. Мына жерден условия использования. Google құрамға кіреміз. Далее, спасибо не надо. Жоғары жаққа. Браузердің ішінде Quick Shortcut Maker деп жазамыз. Quick Shortcut Maker'ді іздейсіздер. Мына жерде X. Quick Shortcut Maker 2.4 для Android скачать. Қазір кішкене күтеміз. Последняя версия. Нерге түседі қазір ол. Скачать. Скачать етілді ме? Бұл не болды? Скачать. Скачать етілмей жатыр мына жерде. Интернет сәл қуып жатқан сияқты бізде. Басы істемей қалып жатқан сияқты мінекей. Окей. Подробное. Скачать етіліп болсын, сосын жалғастырайық. Кішкене бар. Настройки. Разрешить қосамыз. Предупреждение дейді. Принять. Установить. бұл жерден разрешить деген таңдайсыздар.
безопасно открыть. Мына жаққа бір басып жібереміз. Кейін мына жерге введите количество слова деген жерге чо деп жазып көрейік. CHO. Мұны шықпайды екен. Задать безопасность. Жарайды онда. Настройки. Рассмотреть. Пароли безопасностьқа кіреміз настройканың ішінде. Разблокировка. Далее. Мінекей көрдіңіздер ғой. Лица деген сияқты таңдайсыздар, одан кейін цифровой код деген таңдаймыз. Енді сізді ол ескертеді. Есінен шығып кетпесін деген понятно дейміз де. Бұл жерге 2552 продолжить, 2552 окей дейміз. Түрді таңдайтын қоюдың шарт емес. Артқа қайта саламыз. Артқа қайтамыз. Барлығына артқа қайтып шығамыз енді. Яғни настройкаға кіріп алсақ болды. Gmail арқылы да кіруге болатын бет бәлкім. Мен аккаунт деп сұрап тұр. Артқа бір рет басамыз да не копировать деген таңдаймыз. Жаңа ол бізде графикалық код сұраған еді. Енді қараңыздар пин кодқа ауысты. Енді біз ол жерге 2552-ні теріп жібереміз. Және күтеміз, қазір пропустить деген батырма ана жерде шығу керек. Мінекей достар. Телефон толықтай ашылып тұр. Еще принять. Окей. Почти все готово. Пропустить. Ми аккаунт сұрап жатыр. Ми аккаунт бізге қажет емес. Пропустить. Далее. Настройка завершена. MIUI 12 қараңыздар. Мінекей. Телефон ашылды. О телефоны мінекей көріп жіберейік. Имя устройства Redmi 9A. Версия Android 10. Версия Umation UI 12. Umation UI ма? MIUI ма? MIUI екен. Umation ол неден ғой деймін. Енді біз не істейміз? Пароль безопасность қайтадан кіреміз. Қараңыздар, өшіріп, қайтып қосатын болсақ, ол бізден пин-код сұрайды. Жаңағы терген пин-код. Енді осыны алып тастай саламыз. Защита личных данных отключить. Кешірім сұрайын бұл емес. Пароль деген басамыз. 2552 далее дейсіздер де. Отключить блокировку экран. Да. Окей. Бір рет құлтаймыз да. Ашамыз, және телефон толықтай ашылады. Мінекей. MIUI 12. Егер сонымен достар, егер видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, сұрақтарыңызды комментария қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.